Егер сіздер ұйғыр қағанаты туралы ақпарат іздейтін болсаңыздар, мына картаны көрулеріңіз мүмкін. Бұл картада байқағандарыңыздай ұйғыр жерінің үлкендігі сондай. Шығыста Қытайдың астанасы Пекиннен басталып, яғни Пекин бұл жерде ұйғыр қағанатының құрамына қосылмаған, бірақ сол аймақтардан басталып, батыста Каспий теңізінің жағалауына, былайша айтқанда Еділ өзеніне дейінгі аралықты, солтүстікте Балқаш көлі және Алтай таулары, оңтүстікте Яркент, яғни Жаркент, Балық, былайша айтқанда Гималай таулары оңтүстікте жатыр және Иран жерімен шектесіп жатыр. Көріп тұрсыздар ма? Бұл жерде шығыс түріктердің жері, Орда-Балық, Алтай таулары, Гоби шөлі және батыс түріктердің аумағы, бүгінгі Жетісу жері, Тянь-Шань, Памир, одан әрі Самарқан, Бұхара, Хорезм аймақтары, Сырдария мен Әмударияның жағалаулары, Арал теңізі, бүгінгі Маңғыстау, Еділ мен Жайықтың аралығының барлығы бір ғана ұйғыр қағанатының жері етіп көрсетілген. Негізінде ұйғыр қағанатының жері мұндай үлкен болмаған. Неге десеңіздер, ұйғыр қағанатының ең максималды үлкендігі бұл бүгінгі Моңғолия және Қытайдың солтүстік бөлігі, Алтай тауларының шығыс жағалаулары және бүгінгі оңтүстік Сібірдің аймақтары, яғни Байкал немесе Байкөлдің оңтүстік жағалаулары осы ұйғыр қағанатының негізгі территориясы болған және шығыс Түркістан аумақтары. Бірақ бұл картада тіпті 2 есе 3 есе қылып үлкейтіп көрсеткен. Енді ұйғыр қағанатының өзі бір емес 4 бірдей қағанат құрған. Бірінші қағанат ол ескі қағанат деп аталады, яғни ерте қағанат. Бұл Хангай сол аумақтарда құрылған, 323 жылы және шамамен 200 жылдай өмір сүреді. Екінші қағанат 523 жылы өмірге келді және бар болғаны 80 жылдай ғана өмір сүрген болатын бұл қағанат. Және түріктер 603 жылы бұл қағанатты жойып жіберді. Үшінші қағанат пайда болды ұйғырлардың 647-689 жылдар өмір сүрді. Ал төртінші ұйғыр қағанаты шығыс түрік қағанатының аумағында құрылған болатын. Алайда төртінші қағанатты, яғни төртінші ұйғыр қағанатын 840 жылы 20 жылға жуық күрестен кейін Енисей қырғыздары құлатты. Осыдан кейін ұйғырлардың бір бөлігі шығыс Түркістан жеріне қарай қашты. Осы жерде Гансу, яғни бүгінгі Қытайдың провинциясында Ганчжоу ұйғырлардың идұқұты құрылды және Турфан аумағында Турфан ұйғыр идұқұты құрылды. Былайша айтқанда, ұйғырлардың қашқан осындай азғандай топтары сол жерлерде одан әрі өмір сүруін жалғастырды, бірақ әртүрлі мемлекеттерге салық төлеп отырды. Сондықтан мына картада ең үлкен тіпті 2 есе немесе 3 есе қылып ұйғыр қағанатының жерін солай көрсеткен. Сондықтан біз сіздерге алдағы уақытта ұйғыр қағанаты қалай құрылды, ұйғырлардың салт дәстүрлері, түріктермен байланысы, қытайлармен соғысы және қырғыздармен шайқас, одан да басқа бүкіл тарихын алдағы уақытта толық видео түрінде айтатын боламыз.